Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өзім әрдайым дайындайтын, мерекелік дастархандарға қоятын, өте керемет болып шығатын нанның рецептімен бөлісетін боламын. Сонымен бізге керегі 800 грамм ұн, 400 грамм жылы сүт, 100 мл еріген сары май, 10 грамм ашытқы, біраз қасық шекер, біраз қасық тұз қажет болды. Ең алдымен ашытқыдан апарасын дайындап аламыз. Апарамыз дайын болғанша, електен өткізген таза ұнымыздың үстіне жылы сүтімізді құямыз. Сосын шекерін тұзымызды да салып, араластырамыз жақсылап. Жақсылап араластырып болған соң, сары майымызды да артынша салып, қамыр илеуді біртіндеп бастаймыз. Дайын болған апарамызды осылай қамырымызға құйып, кішкене араластырып жеп, қолымызбен басып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамырымызды илеп болған соң 1,5-2 сағатқа жылы жерге ашытуға қойып қоямыз. Міне нанымыз ашып шықты. Енді дәл видеодағыдай нандарымызды ұсақ бөлшектерге бөліп, қалпын келтіреміз. Нандарымызды дем алып шығу үшін біраз осылай жылы шашық орап, тоңдырып қойып қоямыз. Тынып шыққан зуалыларымызды алып, осылай нанның қалпын келтіріп, біртіндеп осылай қолмен жасап шығамыз. Нанды өз қалауыңыз бойынша осылай әсемдесеңіздер болады. Ұшы үшкір осындай пышақпен шеттерін осылай кесіп шығып, қолымызбен ортасынан шетіне қарай жайып, осындай шеккімен басып, бірнеше рет басып, осылай нанға қалып берсеңіздер болады. Бұл өте әдемі болып шығады. Барлықтарыңызға осылай нанды жасап көруге кеңес беремін. Дастарханның көркін өте әдемі болып ашып тұрады. Өз қалауыңыз бойынша да әсемдесеңіздер болады. Міне менің нандарым дайын болып тұр. Енді шеккімен тағы да үстінен басып шығамын да, жұмыртқаның сарысын жағып, тағы да әсемдеу үшін седана немесе күнжіт жақсаңыздар болады. Мен күнжіт сеуіп шықтым. Қарасын өте әдемі болып шығады. Дастарханның көркін ашып тұрады. Күнжітті сеуіп болғаннан соң 280-300 градус қысып тұрған пеште нандарымызды пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің нандарымыз осылай болып пісіп шықты. Өте дәмді болып шығады қыздар. Жұмсақ, иісі керемет болып шығады. Барлықтарыңызға осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Отбасы мүшелеріңіздің, қонақтарыңыздың көңілінен 100% шығады деген сенімді ойдамын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларым өте қызықты болады. Жіберіп алмаңыздар.